Енді гормон жайлы. Бізді құртатын жаңа кортизол деген гормон. Ол үрей гормоны. Не болады екен, ертең не болады екен, мынау қандай болады екен деген нәрсені енді естімеу мүмкін емес қазір. Ол үшін көзіңді жауып, құлағыңды бітеп тастау мүмкін емес қой. WhatsApp'ты қарайсың, Instagram'ды қараймыз, телевидениені қараймыз, үрей. Ал үрейленіп қорқып отырған адам. Мысалы айтайықшы, мына жерде қасқыр тұр. Бір жіпке байланып қойған, әне-міне үзіліп кетуі мүмкін. Осы кезде сіз қандай жақсы ойлай аласыз? Қандай кәсіп жасай аласыз? Мүмкін емес қой. Келісесіз бе? Мүмкін емес. Сізде кәсіп жасау үшін, жақсы жардама жасай алу үшін, жақсы интернет технологияны меңгеру үшін сіздің жүрегіңізде тыныштық, жаныңызда жайлық, сабырлық болуға тиіс. Сол кезде сіз істеген ісіңіз оңға басады. Ал енді қорқып жүріп, үрейленіп жүріп, пісірген тамағыңызда, тіккен киіміңізде дұрыс болмайды. Кәсіпті айтпаған кезде. Солай ғой. Сондықтан біз гормондарды басқарып үйренуіміз керек. 4 бақыт гормоны бар. 4 сізді сабырға шақтыратын, сіздің иммунитетіңізді күшейтетін сіздің 4 досыңыз бар. Біреуі дофамин, екіншісі серотонин, үшіншісі эндорфин, төртіншісі окситоцин. Бұл нәрселерді кім өндіреді? Кортизол деген гормон. Кортизол, ол мына бірдеңкені естіген кезде, жаман хабарды естіген кезде, көрген кезде, сіздің мына миыңыздың ішінде амигдала, болмаса миловидное тело дейді. Сол хабар береді. Екі нейрондардың арасында аттан бірдеңке жаман нәрсе болайын деп жатыр деп. Сол нейропептидтер арқылы мына бүйрек безі, надпочечник бірден жаңа кортизол өндіре бастайды. Сол кортизол сіздің жүрегіңізді қақтырады, тынысыңызды тарылтады, бұлшық етіңізді бүйтіп қасарыстырады. Сіз бір қасқырмен бір клеткада өмір сүріп жатқан адамға айналасыз. Сіздің ағзаңыз ең соңғы неменемен жұмыс істеп кетеді. Шыңындағы мүмкіндігімен. Өйтіп жұмыс істеп жатқан ағза ұзаққа шыдамайды. Не инфаркт, не инсульт, не язва, не рак, не сахарный диабет. Бір жер болмаса, бір жері сынады. Көптеген адамдар маған, Ахметбек аға, қазақты ойласаңыз, неге сабақтарыңызды тегін бермейсіз? Курсқа қатынасуға ақшам жоқ деп жатады. Осы секілді мыңдаған пікірлерден кейін 12 күндік психологиялық өзгергім келеді атты тегін челлендж бастадық. Қатынасу үшін төмендегі сілтемені басыңыз. Мысалы айталық, сүттен тәп-тәтті ірімшікті жасауға болады. Тура сол сүттен ашты айран құртты жасауға болады. Сол сүттен қандай нәрсе саласыз? Сол сияқты сіздің ағзаңызда кортизолды өндіруге болады. Сізді денсаулығыңызды құртып жүретін, дәл сол сіздің ағзаңыз, жаңағы надпочечниктер, мидағы гипофиз, ол жаңағы сізді өлтіретінде белоктар жасай алады, ауыртатында, сізді емдейтінде белок жасай алады. Қандай дән себесіз? Мысалы, шайыңызға қант салып жерсеңіз тәтті болады, тұз салып жерсеңіз ашты болады. Болмаса, бақшаға еккен дәніңіз, ол сіздің ойыңыз. Қандай дән себесіз, сіздің ағзаңыз тура сондай өнім өндіріп шығады. Ал оған қарсы шығатын қандай гормондар? Оны жеңгізетін, сіздің иммунитетіңізді көтеретін гормондар дофамин. Егер де дұрыс ойласаңыз, дофамин бұл арман. Мен қам деп айтам, қиял, арман, мақсат. Таңертең ойына салысымен, өзіңіздің қиял, арман, мақсатыңызды ойласаңыз, мен міне аламанға келдім, менде міне ертең мынандай сабақ болады, сала таңдауды үйренем, ананы үйренем, мынаны үйренем дегенде сізде қазір дофамин өндіре бастайды. Серотонин бұл мақтау. Мақтануға ұялмаңыз. Мақтануға. Мен шыдамдымын, мен кереметпін, мен ананы жасай алдым, мен мынаны жасай алдым. Өзіңізді өзіңіз мақтауға үйреніңіз. Біреуді бақтыңыз келсе, оны мақтаңыз. Адам мақтаған кезде, еңсесін көтеріп жүрген кезде серотонин өндіріледі. Кәдімгідей сізді емдеп жазатын, бағана дәрігердің айтып отырған осы ракты да емдеп жазатын осы. Үшіншісі эндорфин. Спортпен айналысқан кезде. Секс, жүгіріп, айғайлап, музыка тыңдап, бағана әнұранды айтқан кезде бүкіл жүрегіңізбен айтсаңыз, сізде эндорфин бөлінеді. Секірген кезде. Секір, өлең айтқан кезде. Ал окситоцин қай уақытта өндіріледі? Ол да мына эпифизда, бүйрек безі соларға қатынасады. Қандай немене еттіңіз, дән себесіз? Құшақтасқан кезде, жақын адамыңызбен қатар отырған кезде,
анаңызды, балаңызды, досыңызды көбі құшақтасып, амандасып, арқасынан қаққан кезде окситоцин бөлінеді. Құшақтас. Маған жастар таңғалады. Аға, 60-қа келдіңіз, таудың шыңына шығасыз, 2 километрмен тоқтамай суда малти алам, тіпті одан да артық. Допты ойнаймын 60 жасымда. Таңертең күнде сағат 5-те тұрам. Қайдан осынша энергия дейді. Мен өзімді алмаз сияқты сезінем. Сынбайтын, қайтпайтын. Ол үшін адам ойды басқара алу керек. Алмаз қалатын жаңағы мына көрсеткен 4 гормон.